الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті бауырлар, бүгін біз Аллах қаласа аударма өнері бойынша курстарымыздың 6-шы сабағын бастаймыз. Ад-дарсу садис. Аллаға шүкір, біз міне кітаптың 44-ші бетіне де келіп қалған екенбіз. Енді кітабымызды оқуды немесе талқылауды бастамас бұрын біз алдағы дәрістердегі әдетімізге сай алдымен мына аудио баяндаманы тыңдайық. Сообщение номер 5. من جهة أخرى، وصل طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي إلى المغرب محطته الأخيرة في جولة في شمال أفريقيا تستهدف حشد المعارضة العربية لأي تحرك عسكري أمريكي ضد بغداد. ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن عزيز قوله لدى وصوله إلى الرباط أنه سيلتقي اليوم الملك محمد السادس عاهل المغرب لإجراء محادثات بشأن جدول أعمال القمة العربية المقرر عقدها في بيروت الأسبوع المقبل. قال عزيز إن المحادثات ستركز على القضية الفلسطينية وقضية العراق والتهديدات الأمريكية بشأن هجوم على بغداد. Жақсы, тыңдаған болсақ, енді мынау менің әзірлеген парақтарым бойынша мәтінді оқиық. من جهة أخرى وصل طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي إلى المغرب محطته الأخيرة في جولة في شمال أفريقيا تستهدف حشد المعارضة العربية لأي تحرك عسكري أمريكي ضد بغداد. ونقلت وكالة المغرب العربية للأنباء عن عزيز قوله لدى وصوله إلى الرباط إنه سيلتقي اليوم الملك محمد السادس عاهل المغرب لإجراء محادثات بشأن جدول أعمال القمة العربية المقرر عقدها في بيروت الأسبوع المقبل. وقال عزيز إن المحادثات ستركز على القضية الفلسطينية وقضية العراق والتهديدات الأمريكية بشأن هجوم على بغداد. Жеке-жеке әрбір сөзді талдап қайтып бастайтын болсақ, иншалла, бұл тақырыбымыз біздің бұл мәтініміз «Мин жихатин ухра» деген сөзбен басталған. Енді бұл журналистикалық стильдердің бірі. «Мин жихатин ухра», алдыңғы дәрісте өткен сияқты, «хәда» деген сияқты бұл негізінен көп жағдайда аударылмайды, немесе аударылса да сондай-ақ, сонымен қатар деген сияқты мағынаны береді. Ал енді сөзбе-сөз аударған кезде бұл екінші жағынан, екінші қырынан алған кезде деген сияқты мағынаны береді. Ал бірақ та бұл жердегі мағынасы оның сонымен қатар немесе тіпті аударылмайды бұл сөйлем. Орысша с другой стороны дейді, вводный оборот служит для логической связи с неким предыдущим сообщением. То есть алдындағы айтылған бір оймен байланысты. То есть алдыңғы дәрістерде айтқандай, журналистерде бұл өзінің сондай стилі бар. То есть олар мысалы айтайық, бір жаңалық айтады, одан кейін екінші жаңалық айтқан кезде просто отыра салып бастай салғаннан гөрі осындай бір нәрсемен байланыстырғанды жақсы көріп тұрады. Сол себепті бұл «Мин жихатин ухра» деп немесе «хәда» деп сөйтіп бастайды олар. Біздің қазақ тіліндегі журналистерде ондай әдістеме бар. Олар бізде көбінесе сонымен қатар, сондай-ақ деген сияқты сөзбен бастайды. Бұған қатты тоқтаудың қажеті жоқ. Енді әрі қарай кеттік. Тарик Азиз, ол адамның аты. Тарик Азиз. Қазақша Азиз деген сөзді кейбір кітаптарда Әзиз деп те жаза береді. Бірақ та біз бұл жерде Тарик Азиз деп алдық. Тарик дегеніміз путеводная звезда дейді, немесе жетекші жарық жұлдыз. Енді Құранда да бұл сөз бар. Жалпы Тарик деген сөзіміз түнде жүретін адамдарға жол көрсетіп тұратын жарық жұлдыз. Азиз дегеніміз сильный, дорогой, немесе қазақша айтқан кезде ардақты, қымбатты деген мағынаны береді. Енді бұл адамның аты. Бұл кітаптың өзінің әдісіне сай, өзіңіз байқасаңыздар, адамның аттары егер де талдауға келетін болса, ол кісі міндетті түрде оған тоқтап кетіп отырады. Тарик Азиз деген кісінің аты міне осылай екі сөзден құралған дейді. Наиб раис аль-Вузара дегеніміз заместитель премьер-министра, немесе вице-премьер. Қазақша айтқан кезде премьер-министрдің орынбасары. Раис аль-Вузара деген сөзді біз өткен дәрістерде алдық. Ол бізде министрлердің басшысы, то есть барлық министрлерді басқарып отыратын үкімет басшысы. Премьер-министр дейді, немесе қазақ тілінде премьер-министр дейді, немесе үкімет басшысы деп айтады. Үкімет басшысы. Ал наиб деген сөзіміз соның орынбасары. Сонда премьер-министрдің орынбасары, немесе үкімет басшысының орынбасары, немесе вице-премьер деп те айта беруге болады. Әл-Мағриб дегеніміз Марокко. Бірақ енді бұл кісінің, осы кітаптың авторының кішкентай бір қателігі бар. То, что ол кісі мынау алиф-лямда болсын, немесе кейбір етістіктерде хамза қата қойылмайтын жерде хамзатул қата қойып кетіп жатады. Сол себепті біз қазір Алла қаласа төменде хамзат уасл мен хамзат қатықтың қойылатын жерлерін өтеміз иншалла. Әл-Мағриб деген кезде негізінен хамзату уасл қойылу керек, қата емес.
Әл-Мағриб дегеніміз Марокко, араб елдеріне кіретін мемлекеттердің бірі, солтүстік Африкада орналасқан. Осы Марокконың тұрғындарын бізде Мағрибиюн дейді, немесе Мағрибиюна көпше түрі, немесе Мағариба дейді. Мағариба, Мағрибиюна, бұлардың барлығы мароккалықтар, немесе мароккалық. Орысша айтқан кезде марокканский, немесе марокканец. Енді жаңа айтқандай, араб тілінде хамзаның бізде екі түрі бар. Ол уасл және қата. Аты айтып тұрғандай, уасл деген жалғасушы, жалғастырушы, яғни егер де ол екі сөздің ортасында келсе, ана екі сөз бір-біріне бір тікелей жалғасып кетеді деген сөзді білдіреді. Ал қата дегеніміз ол кесуші. Хамзату уасл, оның белгісі мынандай. Құранды өздеріңіз байқаған болсаңыздар, кейбір кездерде алиф тұрады да, басында мынандай кішкентай белгі тұрады. Мынау соттың белгісі. Сот дегеніміз уасл. Уасл деген сөздегі соттан алып, осындай белгіні қойған. Алифтің басына тұратын соттың кішкентай басы, ол хамзату уасл дегенді білдіреді. Бұл белгі тек сөздің басында келген алифке қойылады. Сөйлем басында келгенде оқылып, сөйлем арасында оқылмай қалатын белгі. То есть сөйлемнің басында алифке қойылады деген мағынасы, сөздің басында тұратын алиф болса, міне соған қойылады. Егер де сөздің ортасындағы алиф немесе сөздің соңындағы алиф болса, бұған былайынан қойылмайды. Мынау белгі тек қана сөздің басындағы алифке қойылады, осындай сөздің басында тұрған алифке қойылады. Және де сөйлем басында келгенде оқылады ол, деген сияқты, немесе и, немесе у болып оқылады. Ал сөйлемнің арасында ол оқылмайтын қалатын белгі. Сол себепті оны хамзату уасл деп атайды. Қай кездерде бұл қойылады? Біріншісі, 4-ші баптан өзге 5 және 6 әріпті етістіктердің өткен шағында, бұйрық райында және маздарларында келеді. Енді 4-ші баптан ары қарайғы бізде алифпен басталатын жалпы баптар бар ғой. Ифтаала, инфаала, истафала деген сияқты сол баптағы етістіктердің өткен шағында қойылады, бұйрық райында және маздарында. Мысалы, инталақа, инталиқ, интилақ деген сияқты. Әжердің бәрінде тұрған алиф бұл бізде хамзату уасл. То есть бұл хамзату уаслдың алифке қойылған кездегі қойылатын орындары мынау төмен біз түсіндіретіміз. Немесе истахража, истахриж, истихраж деген сияқты. Немесе иътада өткендегі біз етістік өткен, иътади, иътида деген сияқты осы 5-6 әріпті етістіктердің именно алифпен басталатын баптарындағы өткен шағы, бұйрық райы және маздарларында осы хамзату уасл келеді. Бұл жерлерге хамзату қата қоюға болмайды. Кейбір кездерде, кейбір бауырлардың осы интилақ деген сөзге астына хамза қойып қоятын кездері, истихраж дегенде хамза қойып қоятын кездері кездесіп жатады. Бұл осы ережені білмегендіктен туындаған нәрсе. Ал енді бізде хамзату уасл осы 4-ші баптан өзге етістіктердің алифпен басталатын етістіктердің барлығында жаңағы өткен шағында, бұйрық райында және маздарларында кәдімгі хамзату уасл қойылады. Екіншісі, 1-ші бап етістіктерінің бұйрық райында осы хамзату уасл келеді. Және де ол етістіктің ережесіне сай кейде и, кейде у болып қойылуы мүмкін. Мысалы, уктуб деген кездегі алдында тұрған алифіміз біздің хамзату уасл. Бұл жерге біз хамза қоюымызға болмайды. Немесе ишраб деген сияқты. Ишраб, іш. То есть кейде ол и мен оқылады, кейде у мен оқылады. А бірақ та бұл басына қойылатын алифіміз біздің хамзату уасл. Үшінші хамзату уаслдың қойылатын жері ол белгілік әл артикліне келіп сөздің басына тұрған кезде, онда ол кәдімгі хамзату қата сияқты болып оқылады. То есть сөздің басында бірінші тұрған кезде ол деп оқисыздар, әл-хамду деген сияқты, әл-байту деген сияқты. Ал егер де бұл сөзіміз сөйлемнің ішінде кетіп қалса, онда мынау алифіміз оқылмай кетеді, мына жақтағы сөз бірден келесі әріпке секіріп кетеді. Демек, хамзату уаслдың үшінші қойылатын орны ол бізде әл артиклінде. Және 4-ші орны араб тілінде бізде белгілі бір сөздері бар. Олардың жалпы саны негізі 10, бірақ та мен мына жерде ең жиі қолданылатын 7-еуін алып көрсетіп жатырмын. Егер де бұл белгі ибн, ибнатун, исмун, итнани, итнатани, имруун, имраатун деген сияқты 7 сөзде келіп сөздің басына тұрса, онда ол кәдімгі хамзату қата сияқты и болып оқылады. Ал енді сөйлемнің ортасында ол оқылмай кетеді. Мысалы, ибн деген сөздің басына тұрса, ибн деп оқимыз, ибна деп оқимыз, исм деп оқимыз, яғни сөздің басында кесіп оқимыз. Ал сөздің ортасына келген кезде бұлар секіріп кетеміз біз. Алифті оқымай өтіп кетеміз. Міне осы 4 орында бізде хамзату уасл келеді. Ал егер бұл белгі екі сөздің арасында қалса, онда ол оқылмай қалады. Мысалы, хада ибн деген кезде біз хадабн деп оқимыз. Хадабн, мына жақтағы фатхадан бірден баға секіріп кетеміз. Хадабн, хадабн. Немесе китабу талиб деген кезде, мына алиф ләміміздің ортасындағы хамзату уасл ортада қалып кеткен кезде, біз мынау удан бірден тоға секіреміз. Китабу талиби, китабу талиби. Міне, осы себепті бұны хамзату уасл деп атайды. Уа ясилу байнал калиматайн. Екі сөздің ортасын
жалғастырып тұрады себебі ол. Хамзату қата, енді бұл аты айтып тұрғанда кесуші хамза. Оның белгісі мынандай. Мынау қата деген сөздегі айнның бас жағы былай айтқан кезде. Қата деген кезде алифтің басына қойылатын мынау белгі. Қата деген кездегі айн әрпінің бас жағы осылай қойылған. Дыбысты кеңірдек тұсында кесіп, әрі қарай жалғау керектігін білдіретін белгі. Бұл белгі кейде жеке жазылады, ал көп жағдайда алиф, вау немесе я әріптерінің асты үстіне қойылады. Хамзату қата барлық қарақатпен бірге келе алады, өзі ылғи да оқылады, яғни кесіліп оқылады, және сөздің басында да, ортасында да, аяғында да келе алады. Енді бұл хамзаның ережесін білесіздер ғой, алифке жазылуы мүмкін, мынандай яға жазылуы мүмкін, немесе вауға жазылуы мүмкін, немесе жеке жазылуы мүмкін деген сияқты. Осындай оның түрлері, жазылу түрлері көп. Бұл қай кезде келеді деген кезде, бұл төртінші бап етістіктерінің өткен шағы, бұйрық рай және маздарында келеді. Мысалы, әсләмә, юслиму, ислам деген сияқты әфәлі бабы бар ғой, төртінші бап. Міне сол кезде келеді бұл. Әсләмә, осы кезде хамзату қата қойылады, әслим деген кезде және ислам деген сияқты. Осы жалпы төртінші баптың өткен шағы, бұйрық рай және маздарында бәрінде келетін хамзамыз осы. Сіздер егер етістіктің баптарына қарайтын болсаңыздар, бізде алифпен басталатын баптар бар ғой өзі, алифпен. Мысалы, төртінші бап әсләмә деп осылай басталады, немесе ары қарай ифтаала, инфаала, истафала деген сияқты алифпен басталатын баптар бар ғой. Міне солардың ішінде осы төртте ғана хамзату қата жазылады, төртінші бапта ғана. Қалған баптарда алифпен басталатын баптардың бәрінде келетін алиф, жай алиф, немесе хамзату уасл. Осыны еске жақсылап ұстап алыңыздар. Бұл сіздерге болашақта көп көмегін береді. Екіншісі, хамзамен басталатын барлық харфтарда осы хамзату қата келеді. То есть харфтар бар ғой бізде. Исім бар, фиал бар және харф бар, Харф дегеніміз көмекші сөздер, харфтар, немесе араб тілінде олардың жалпы саны 80 сөз болса, міне соның ішіндегі хамзамен басталатын харфтардың бәрінде келетін хамза ол қата. Мысалы, әнна, инна, ин, иля, әла, әя деген сияқты харфтардың бәрінде келетін хамзамыз бізде хамзату қата. Немесе былай жаттап алсаңыздар болады, харфтарда келетін хамзаның бәрі хамзату қата. Үшінші, жалпы адамның аттары, алифпен басталатын адам аттарының барлығы хамзату қата болады. Мысалы, Ибрахим, Ахмад, Исхақ деген сияқты. Міне, және бұдан басқа да оның хамзаның келетін орындары бар. Негізінен жаттаған кезде біз осы хамзату уасылдың келетін орындарын жаттап алсақ болды, қалған уақыттың бәрінде хамзату қатақты қойып кете берсек болады. Қайтадан бір жылдам қайталайтын болсақ, төртінші баптан өзге 5-6 әріпті етістіктердің барлығының өткен шағы, мады, бұйрық райы, әмір және масдарларында келетін хамза, хамзату уасыл. Одан кейін бірінші баптың бұйрық райында келетін алиф, ол бізде ылғи да хамзату уасыл. Сосын әл артикліндегі келетін хамза, ол хамзату уасыл. Және де мынау 7 сөзде келетін хамза, ол хамзату уасыл. Қалғанның бәрінде хамзату қата. Шималу Ифриқия дейді. Мысалы, Ифриқия деген сөзіміз бізде кейде Африқия, кейде Ифриқия деп жазылады. Бұл жердегі хамза хамзату қата. Не себепті? Себебі ол хамзату уасылдың келетін орындарында емес, және бұл атау. Жаңа біз айтқанымыз, адамның атауы болсын, материктің кез келген нәрсенің атауында келетін алифте ол хамзату қата болады. Шималу Ифриқия, солтүстік Африка, Северная Африка. Африканың солтүстік жағын Шималу Ифриқия деп атайды. Тексте қолданған келесі сөзіміз бізде истахдафа деген етістік. Міне осы жерде жаңаған өткен тақырып бойынша бізде кішкентай қателігін тауып отырмыз. Истахдафа дегеніміз бізде 10-шы баптың етістігі. Ал енді 10-шы баптың етістігі болатын болса, біз 4-ші бап емес болғандықтан бұл жердегі қойылатын хамза негізі хамзату уасыл болу керек. Истахдафа, ястахдифу, истихдафан дегеніміз 10-шы баптың етістігі. Иметь целью что-либо. Но что-либо дегеніміз мынау иля деген сөз. Истахдафа илямен жүреді. Иметь целью что-либо. Немесе қазақша айтқанда бір нәрсені көздеу, бір нәрседе мақсаты болу, немесе бір нәрсеге қарай ұмтылу деген сөз. Хадаф деген сөзден шығады. Хадаф дегеніміз цель, яғни нысана болса, истахдафа деген сол нысананы талап ету деген сөз, немесе соған қарай ұмтылу, соны көздеу деген сөз. Хашада, яхшиду, немесе яхшуду және хашдан деген сөз жалпы бұл сабирать, жинау, топтастыру, жұмылдыру, немесе мобилизациялау деген мағынаны береді. Хашада дегеніміз жинау, бір жерге топтастыру. Текстте келген бойынша тастахтифу хаштал муарадал арабия ли деп тұр ғой, міне. Осылайдан бұны жаттасаңыздар болады. То есть бұл дегеніміз араб елдерін бір нәрсеге біріктіру. Не нәрсеге біріктіру? Муарада, немесе қарсылық білдіруге, бір нәрсеге қарсылық білдіруге араб елдерін топтастыру деген мағынаны береді. Мобилизовать арабские страны на противодействие кому-либо или чему-либо дейді. То есть
бір нәрсеге қарсы араб елдерін жұмылдыру. Араб елдерін бір нәрсеге қарсы жұмылдыру. Қарсы деген сөз мынау муарадан шығады, немесе қарсылық қылуға араб елдерін жұмылдыру деген сөз. Қарсылық қылуға бір нәрсеге араб елдерін жұмылдыру. Мынау хаш деген сөзіміз контекстке қарай топтастыру, жұмылдыру, мобилизациялау деп аударылып кете береді. Муара деген сөзіміз біздің мынау арада деген 3-ші баптың негізінен алынған. Арада жақшаның ішінде ху тұр. Демек бұл бірден өзінен кейін нені талап етеді. То есть бұған харфы жақшаның қоспай бірден мафулун би. Арада бәлен түгенге қарсы болды. Противодействовать, сопротивляться кому-либо, чему-либо дейді. Қазақша айтқан кезде бір нәрсеге қарсы келу, бір нәрсеге қарсылық қылу, қарсы сөз айту, немесе оппозицияда болу деген сөзді білдіреді. Арада деген сөз. Мынау муарада деген сөзді біз қарсылық қылу дейміз, немесе оппозицияда болу деген сөзді ретінде қолданамыз. Бұл сөз жиі кездесетін сөздердің бірі. Оппозиция деген сөз мысалы белгілі бір мемлекетте қандай да бір саяси жүйе болса, сол саяси жүйенің жасап жатқан кейбір істеріне келіспеушілік білдірген кезде сонда адамдарды оппозиционер дейді, және олардың айтып жүрген сөздерінің немесе олардың ұстанымын оппозиция деп атайды. Міне осы оппозиция деген сөзіміз біздің мынау арада қарсы келу деген етістіктен алынған. Бұл өте жиі кездесетін сөздердің бірі, жаттап алсаңыздар болады. Тахаррукун аскариюн деген сөз әскери қимыл, дидді деген қарсы, біреуге қарсы әскери қимыл. Мысалы военная акция против дейді, немесе қалайша айтқанда біреуге қарсы әскери әрекет немесе әскери қимыл. Айю деген сөз кез келген, қандай болсын деген сияқты, орысша айтқан кезде любой деген мағына береді. Бұл айю деген сөзіміз бізде кейде сұраулы сөздердің арасында келеді, кейде шарт сөздердің арасында келеді. Жалпы бұл қолданысы әмбебап сөздердің бірі, және де сұраулы сөздердің ішінде барлығы мәбни болса, именно осы айю бізде муараб немесе иғраб алып тұрады. Кейде ол айян, кейде аййин, кейде айюн болып әртүрлі үлгіде келе береді. Бұл кез келген деген мағына береді. Слово айю образует идафное сочетание с последующим именем, то есть айюдан кейін келетін сөз бұған ылғи да мудаф илейх болып келеді дейді, который всегда находится в неопределенном состоянии. То есть айюдан кейін келетін сөз алиф ләмсіз немесе белгісіз жағдайда келеді дейді. Енді көп жағдайда солай деп айтамыз, бірақ та кей жағдайда алиф ләммен келуі мүмкін. Ал бірақ жалпы көп жағдайда айюдан кейінгі сөз бізде зат есім кәсрамен келеді, мудаф илейх болып, және де ол көп жағдайда алиф ләмсіз келеді. Бағдад дегеніміз бұл Ирактың астанасы, Бағдад. وَنَقَلَتْ وِكَالَةُ الْمَغْرِبِ الْعَرَبِيَّةِ لِلْأَنْبَاءِ. Мына жерде мынау қараған болсаңыздар, біз өткен дәрісте وِكَالَةُ الْأَنْبَاءِ деп қана үйрендік, ол жаңағы ақпарат агенттігі. Ал мына жерде енді وِكَالَةُ الْمَغْرِبِ الْعَرَبِيَّةِ لِلْأَنْبَاءِ деген кезде бұл уже сол агентствоның басқан кезде сол атауы. Арабское информационное агентство Марокко. Арабское информационное агентство Марокко деп бұл аударылады. Бұл тұрақты термин. То есть Мароккодағы Вукалатул Анбаның аты примерно осылай. Қазақша айтқан кезде Мароккалық ақпарат агенттігі, немесе Мароккалық араб ақпарат агенттігі. Мына жерде араб деген сөз кетіпті. Мына арабия деген сөз. Мароккалық араб ақпарат агенттігі. Немесе Марокко араб ақпарат агенттігі деп осы бұл термин ретінде бұны жаттасаңыздар болады. Енді осы ақпарат агенттігі нақалат ан азиза қаулаху. Ан азиза қаулаху, азиздің сөзін келтіреді. Азиз арқылы немесе азиздің сөзін келтіреді дейді. Сосын инна деп келген себебі инна, біз өткенде айттық. Қаладан кейін ылғида жүретіні инна жүреді. Қала немесе соның маздары болсын, содан кейін жүретін сөзіміз инна болады. Қала инна немесе қаулаху инна деген сияқты. Мынау агенттік азиздің сөзін келтіреді. Мароккалық ақпарат агенттігі азиздің дегенін жеткізеді. Мынау дегенін деген сөзіміз біздің инна деп бұл басталған нәрсе. Орысша айтқан кезде Арабское информационное агентство Марокко приводит высказывание Азиза, высказывание немесе слова, немесе заявление Азиза о том, что дегеніміз мынау инна. Нақала, янқулу, нақлын дегеніміз пересказывать, передавать дегенді білдіреді. Жеткізу, айтып беру деген сияқты мағынаны береді. Жалпы нақала деген сөзіміз көшіру деген мағына ғой. Біреудің бір нәрсесін алып көшіріп беру деген сөз, немесе айтып беру, жеткізіп беру. Сонымен қатар кейбір жағдайларда, мысалы біздер саяси әлемде байқайтын болсаңыздар, мысалы премьер-министр немесе министр президенттің сөзін алып келеді, немесе тағы басқа деп айтқан кезде көбінесе осы нақала деген сөз қолданылады. Немесе президенттің сәлемін жеткізді, президенттің сөзін жеткізді деген сияқты мағынада қазақша қолданылған кезде
сол жеткізу деген сөз жердегі мағынасын біз арабша нақаламен айтуымыз керек. Нақала деген сөз демек президенттің сөзін екінші бір президентке жеткізу деген мағына береді. Нақала. Қаула яқулу қаулан, енді бұл белгілі, айту деген етістік. Оған қатты тоқтаудың қажеті жоқ. Бұл қауладан кейін келетін нәрсеміз бізде ылғида иннамен басталады. Осыған жете мән беріңіздер. Лада усулихи иля дегеніміз сол келген кезде, бір жерге келген кезде. По прибытии в деген сияқты бұл тоже тұрақты тіркестердің бірі. Бәлен адам Москваға келген кезде деген кезде лада усулихи иля Москва немесе лада усулихи иля Казахстан деген сияқты. Қазақстанға келген кезде, бір нәрсе істеген кезде осыны қолдансақ болады. Мынау лада деген сөзіміз бізде иелік ету мақсатын білдіретін сөздер. Бізде бұндай сөз араб тілінде осындай қолданылатын сөздер бізде төртеу, иә. Инда деген бар, лада деген бар, ли деген бар, сосын маға деген бар. Инда дегенде, лада дегенде негізі екеуі де жиі қолданыла береді. Бірақ та көбінесе мынау саяси терминдерде бір нәрсе қолданылатыны көбінесе лада. Саяси терминдерде көбінесе қолданылатыны лада. Ар-Рабат дегеніміз, ар-Рибат дейді, ар-Рабат дейді, бұл бізде Марокканың астанасы Рабат. Бұл жердегі алифләмді тоже хамзату қата қойып қойған, қате, ол жерде хамзату уасыл болу керек. Рибат деген сөз негізінен біз білеміз, бұрынғы кезде ислам халифаты кеңейген кезде мурабата дегенді білесіздер ғой. Мурабата деген сөзіміз жалпы мынау шекараны күзету деген сияқты, шекаралық қызмет деген сияқты мағынаны берсе, мұсылмандардың халифатының жеткен шеті, осы Марокканың шетіне жеткен кезде сол шекараға адамдар қойып, сол жақтан жау келіп қалмасын деп күзеткен кезде соны мурабата деп айтқан болса, мынау рибат деген сөз негізінен содан шыққан. Рибат деген жалпы қорқалатын шеткі шекара деген сөз. Қорқалатын шеткі шекара. Көбінесе мурабатаны жалпы осындай сақшы деген сияқты мағынамен аударуға болады. Сақшы, сақшылық деген сияқты. Рибат дегеніміз мына жақта постоялый двор деп берген екен. Енді осы сөзден алынған деп айтып тұр. Жалпы постоялый двор. Мүмкін осы сөзден алынған шығар. Постоялый двор дегеніміз рибат. Кедей-кепшіктердің, жалпы қонақтардың келіп тоқтайтын орнын осы рибат деп атайды. Ат көлікпен тоқтайтын орын немесе қонақжай. Қазіргі кезде фундук деген сөз сияқты ғой. Жалпы сондай жерлерді рибат деп атайды. Сонымен қатар екінші мағынасы рибат деген сөз жалпы жаңа айтқанымыздай мурабатадан шыққан болуы мүмкін. Яғни шекарамен күзетілетін ең шеткі аймақ деген сөз, күзетілетін шекаралық ең шеткі аймақ деген сөз. Марокко мемлекеті сіздер білесіздер, ол монархия. Монархия деген сөзіміз король немесе әмірші басқаратын немесе сұлтан басқаратын нелерді, және де билік әкеден балаға өтіп отыратын мемлекеттерді әдетте монархия деп атайды. Сол себепті Мароккода бізде ол жақта президент емес, ол жақта патша, әл-Мәлик. Мәлик Мұхаммед әс-Садис, 6-шы Мұхаммед. Оларды жаңағыдай, мысалы Европаның тарихын оқып отыратын болсаңыздар, мысалы Британияда тағы басқа жақта бар, 4-ші Генри, 3-ші Джордж деген сияқты сөйтіп санмен айтып отырады ғой. Сол сияқты мынау Мароккода да басшыларда осылайдан сандық несі бар. То есть Мұхаммед әс-Садис деген 6-шы Мұхаммед деген сөз. Әл-Мәлик король, 6-шы Мұхаммед. Король Мұхаммед 6 дейді, немесе Мұхаммед 6-шы. Мәлик дегеніміз ол бізде король немесе қазақша айтқанда патша, король деп аударылып кете береді. Осындай Мәлик деген сөз қолданыс бізде Иорданияда бар, Иорданияда басшысы король бізде. Саудияда бар, Саудияның басшысы король, Оманда мысалы сұлтан. Ол көбінесе монархиялық елдерде. Ал енді мынау президенттік елдерде, президент ол жақта да көбінесе президент. Кейбір мемлекеттерде мысалы президент бөлек, ол жақта премьер-министр басқарады мысалы. Британияда мысалы патша, королева бар, бірақ ол көбінесе жаңағыдай ресмият дейді ғой, ресми іс-шараларға ғана қатысады, ал негізінен мемлекетті басқаратыны шешім қабылдайтын адам ол премьер-министр, Жалпы біз жүре келе әлі бұл нәрселерге таныса жатармыз. Ал енді мынау Мароккода елді басқаратын адам ол Мәлик, король. Мұхаммед дегеніміз ол восхваляемый, мақтаулы. Обратите внимание, что слово «Аль-Малик», как и все слова, обозначающие титул или звание, өткен дәрістегі «Ар-Раис» деген сияқты, перед именем собственным употреблено в определенном состоянии. Енді белгілі, өткен дәріс өткенімізде. Адамның алдынан келетін, оның мансабын білдіруші сөздер, жаңағыдай «Ар-Раис», «Әл-Вазир», «Әл-Малик» деген сияқты сөздердің барлығы алифламмен келеді. Өйткені мынау адам бізде белгілі, сол себепті ол алифламмен қолданылады.
Чаще встречается написание имен собственных без изменения падежных окончаний дейді. Енді мынау Мұхаммад деген сөздің соңына ешқандай харакат қойылмағандығын түсіндіріп жатыр. Өйткені көбінесе адамның аттары бізде харакатсыз келеді деп айтып жатыр. Үшінші сабақты қараңыздар дейді. Енді біз оны өткен дәрісте өттік. Адамның аттары көбінесе жай ғана сукунмен аяқтап кете береді. Ол қазіргі кездегі стиль сондай. Ал бұрынғы кезде біз айттық, ибн деген сөз қолданылған уақыттарда кәдімгідей әрбір әріптің соңына тәнвин қойып жазатын, айтатын болған. Ахил көпше түрі ауахил. Бұл государь, владыка. Қазақша айтқан кезде әмірші, билеуші, басқарушы. Мысалы, сіз бір мемлекеттің лидері деп айтқан кезде, басшысы деп айтқан кезде, көбінесе осы ахил деген сөзді қоюға болады. Ахил. Кейбір жағдайда заим деген сөзді де қолданылады, заим. Бірақ көбінесе осы ахилмен қолданған жақсы. Мысалы, мемлекет басшысы деп айтқан кезде, қайта-қайта король немесе президент деп бермей-ақ, кейбір кезде сіз мемлекет басшысы деп айтқыңыз келсе, Ал-Ахилу al-Казахи, Ал-Ахилу al-Сауди, Ал-Ахилу al-Мағриби деген сияқты, немесе Ахилу al-Мағриб, Ахилу Казахстан деген сияқты, немесе заим деген сөз арқылы басқарушы, билеуші деген сияқты мағынамен қолдануға болады. Мынау өте жақсы көмекші, құтқарушы сөздердің бірі, басқарушы деген сөз. Слово «ахиль» обычно употребляется в сочетании с названием страны или образованным от этого названия прилагательным. То есть «ахиль» деген сөз дейді, кейде идафалық байланыспен мемлекетпен келеді дейді, кейде сол мемлекеттен алған сипатпен қолданылады дейді. Ол мысалы былай «ахилул мағриб» деп айтуға болады, мемлекетке идафа ретінде қосып, немесе «ал-ахилул мағриби» деп осылай қолдануға болады дейді, то есть сипаттық тіркеспен. В то время как слово «аль-малик» употребляется в сочетании с именем собственным. Ал-малик деген сөзіміз көбінесе адамның алдына жүреді. Адамның алдына жүреді, міне. Адамның аты соның алдына жүреді, аль-малик дейді. Таким образом, русское словосочетание «король Марокко Мухаммад VI» следует переводить на арабский язык как. То есть, король Марокко Мухаммад VI деген кезде владыка деген сөзді қоспаған көрдіңіздер ме? Тек қана король Марокко Мухаммад VI дегенде арабша айтқанда былай айтқан жақсы дейді. Ахилул Мағриб Ал-Малик Мухаммад Садис, немесе Ал-Ахилул Мағриби Ал-Малик Мухаммад Садис деп айту керек деп жатыр. То есть осындай сөйлемді былайынан берген жақсы дейді арабшада. Бұл жерде екі мәселе бар. Біріншіден, арабтарда негізі ұлықтау сөзін көбірек айтқан жақсы көреді. Ұлықтау сөзін көбірек айтқан жақсы көреді. Оларда мысалы фахама деген сөзді көп қолданады. Тура сол сияқты мына жерде мысалы просто Маликул Мағриб Мухаммад Ас-Садис деп айта салуға да болады. Маликул Мағриб Мухаммад Ас-Садис деп. Бірақ та көп жағдайда король деген сөзді бөлек алып, содан кейін осы король деген сөзді бөлек алғаннан кейін бұның алдына осы мансабын, бұл басшысы екенін білдіретіндей осындай сөзді қолдану арабтарда өте жиі кездеседі. Сол себепті бұларда Ал-Ахилул Мағриби деп, сосын барып Ал-Малик Мухаммад Ас-Садис деп қолданады. Немесе Саадату Сафир, яғни құрметті елші дейді, атын айтады да, содан кейін барып Сафиру, мысалы бәлен түген мемлекеттің елшісі деген сияқты тағы да бөлек айтады. То есть арабтарда бұл нәрсе өте жиі кездеседі. Яғни адамның мансабын көрсетіп, және ол мансапты көрсеткеннен кейін қосымша бір сөз қосу арабтарда жиі кездеседі. Соны меңзеп отыр. Ал аударған кезде сіздер Марокко басшысы король Мухаммад Ас-Садис деп аударуға да болады, немесе Марокко королі деп мынаны алып тастап, басшысы деген сөзді алып тастап аударған кезде Марокко королі Мухаммад 6 деп айтуға болады, немесе Марокко басшысы король Мухаммад Садис деп те айтуға болады. Осы нәрсені меңзеп отыр сіздерге. Бұл бірінші мәселе мен айтқан. Екіншіден, жаңа айтқанымыздай, арабтарда ұлықтау сөзі көп қолданылады деген сөздің мағынасы. Мына жаққа олар жалала деген сөзді қосқанды жақсы көреді. Жалалату, мысалы Ал-Ахилул Мағриби Жалалатул Малик Мухаммад Ас-Садис деген сияқты. Немесе Ал-Ахилул Уммани Жалалату Султан деп осылай олар қолданған жақсы көреді. Ұлықтау сөздерін қосып кеткенді ұнатады олар. Осыған ерекше мән беріңіздер. Бишән деген сөз өткен дәрісте біз алған изаа деген сияқты сөз бар ғой. Изаа немесе хаяла деген сияқты сөздер сияқты мағынада қолданылады. То есть турасында, төңірегінде деген сияқты мағына береді. Орысша айтқан кезде относительно чего-либо, немесе по вопросу о деген сияқты, немесе дословно айтсақ в деле, немесе о деле деген сияқты аударылады. Ал қазақша аударған кезде қатысты, жөнінде, туралы, төңірегінде деген сияқты аударылып кете береді. Шән деген сөзіміз жалпы іс деген сөз. Көпшесі шуун, іс, дело. Жадуал дегеніміз кесте, амал дегеніміз жұмыстар. Байшқан кезде жадуал амал деген сөз жұмыстар кестесі негізінен сөзбесіз аударған кезде. Орысша айтқан кезде повестка дня, бірақ та қазақшасы оның жұмыс кестесі емес, күн тәртібі деп аударылады. Күн тәртібі, повестка дня. Мына жаңа төмен айтқандай жадуал дегеніміз ол
кесте, расписание, жадвал, жадауил. Бұрында бізде мектепте жүрген кезде сабақ кестесі дегенбіз. Жадвалу ал-мабад немесе жадвалу ал-хисас. Сол сөзге қолданатын осы сөз. Амал дегенбіз жұмыс, амал көпше түрі. Бұл жұмыс деген сөз. Қаррара, юқарриру, тақриран дегенбіз шешім қабылдау, шешу деген сөз. Айтқан кезде орысша решать. Мысалы сіз отырып Алматыға барып келейінші деген кезде қаррара болады. Қаррарту ан азура Алматы деген сияқты. Мен Алматыға баруға шешім қабылдадым. Осы кездегі қолданатын қаррара дегеніміз біздің шешім қабылдау. Мұқаррар дегеніміз қабылданған шешім деген сөз. Форма страдательного залога, то есть причастие от глагола қаррара. Қалыша аударған кезде шешілген, ұйғарылған деген сөз. Мысалы, қаррара шешім қабылдау болса, мұқаррар шешім қабылданған, шешілген, ұйғарылған деген сияқты мағынамен келіп тұр. Ырықсыз, етсіз мағынасында. Минал мұқаррари ән дегеніміз решено, что, немесе қазақша деп ұйғарылған, деп белгіленген, деп шешілген, немесе шешілді. Минал мұқаррар дегеніміз солай шешілді деген сияқты мағынамен келеді, иә. Ақд дегеніміз қазақша айтқан кезде негізі байлау деген сөз ғой. Бірақ та терминдік мағына ретінде саяси неде көбінесе конференцияларға, жиын, кездесу, сондай нәрселердің бәріне көбінесе ақд деген сөз қолданылады. Яғни ұйымдастыру, өткізу, шақыру. Орысша айтқан кезде сазыв. Осы ақд деген сөзге қосымша бізде иқам деген немесе иқама деген сөз бар. Олда да осы мағынада қолданылады. Иқама немесе ақд. Иқаматул ижтима немесе иқаматул алақат ас-сунаия деген сияқты соған кішкене жақынырақ мағынада осы сөз қолдануға болады. Ал енді ақд дегеніміз көбінесе конференцияларға, жиындарға қатысты айтылады. Сол жиынды ұйымдастыру кезінде, конференцияны ұйымдастыру кезде ақд болады. Ақада, яқиду, ақыдан дегеніміз созывать, проводить, например, совещание, пресс-конференцию дейді. Қазақшасы ұйымдастыру, өткізу, шақыру. Яғни бұл жиынға қатысты көбінесе. Ал былайынан келген кезде ақада дегеніміз білеміз, ол не? Байлау деген сияқты мағынаны береді. Ал-Қимма ал-Арабия дегеніміз өткенімізде бұл саммит, араб елдерінің саммиті. Ал-Мұқаррар ақдуха дегеніміз өткізілуі ұйғарылған араб елдерінің саммиті. Арабское совещание в верхах, которое решено провести, то есть одан кейін уақытымен жерін айту керек дейді. Қазақша айтқан кезде өткізілуі ұйғарылған араб елдері саммиті. Өткізілуі ұйғарылған немесе өткізіледі деп шешім қабылданған араб елдерінің саммиті. Қай кезде? Келесі жылы осындай айда өткізілуі ұйғарылған араб елдерінің саммиті деп осындай бұл да тіркес. Мынау ал-Мұқаррар ақдуха дегеніміз өте көп кездесетін тіркестердің бірі. Осыдан бөлек бізде әл-музма ақдуха дегенде сөз бар. Әл-музма дегеніміз, музма дегеніміз осы мұқаррар екеуі бірдей. Қайсысын қолдансаңыздар да өз еркіңіз, екеуі де бірдей мағынаны береді. То есть өткізілу жөнінде шешім қабылданған деген сияқты мағынаны береді. В данной синтаксической конструкции, дейді мына жерде, словосочетание аль-муқаррар aqduha является составным определением к слову аль-қимма. То есть мынау сөзіміз біздің қимма деген сөзді сипаттап тұр негізінен дейді. При этом слово аль-муқаррар, определяя в свою очередь слово aqduha и согласуясь с ним в роде, принимает падеж слова аль-қимма. Мынау сөзіміз мұқаррар, мынау сөзге де байланысты болғандықтан осының ертегін алады. Сонымен қатар бұл екеуі бірігіп мынаны сипаттайды. В общем, например, фил қимма аль-муқаррар aqduha деген кезде мынау хәміз біздің осы мынау қимаға айтып тұр. Ал мынау мұқаррарымыз біздің ертеңде болу себепті ол мынау ақтқа қайтып байланысты болып тұрғандықтан. Тура мынау музамма деген сөзімізді тура осылайынан болады. Мысалы, ал-қимма ал-арабия ал-музма aqduha, ал-музма aqduha деп ертегімен қолданылады. Неге ертегі? Өйткені ол ақд деген сөзге қайтады да, бұл екеуі бірігіп, мынау дамир арқылы біз білеміз, то что бұл екеуі бірігіп, мынау қимма деген сөзге қайтады. Осыған мән беріңіздер. Ракказа юраккизу таркизан дегеніміз алямен жүреді. Бұл сосредотачиваться, концентрироваться деген сөз. Қазақша айтқан кезде шоғырлау, бір нәрсеге басты назар аудару деген сөз, көбірек көңіл бөлу, назар аудару. Ракказа деген сөзіміз. Мысалы, раккиз деген сөзді білеміз ғой, раккиз дегеніміз жақсылап, мұқият тыңда деген сияқты. Тура сол сияқты саяси терминде, мысалы, қандай да бір конференция, қандай да бір келісімшарт, келіссөз тағы басқа бір нәрсеге көбірек көңіл бөлген кезде сол кезде ракказа деп осы етістік қолданылады. Яғни көбірек көңіл бөлді. Мысалы, қандай да бір жиын, қандай да бір конференция, мынандай мәселеге көбірек көңіл бөлді, баса назар аудар деген кезде осы ракказа деген етістігіміз қолданылады.
Ракказа деген сөздің несінде, сөзден кейін негізде ихтимам деген сөз жасырын тұр. Бірақ көп кезде араб несінде ракказа ихтимам деп айтпайды, ихтимамды алып тастай салады да, ракказа аля деп бірден аударады. Бірден қолданылады, то есть. Бірақ та ол жерде жасырын ихтимам деген сөз бар екенін есте ұстаңыздар. Ракказа ихтимам аля деген сөз сконцентрировать внимание на, немесе бір нәрсеге көбірек көңіл бөлу деген сөз. Ихтимам деген сөзді қолданбасаңыздар да болады. В данном случае слово ихтимам опущено, на жерде ихтимам деген сөз опущено, поэтому сам глагол следует читать в форме действительного залога дейді. То есть мына жақта ихтимам деген сөз құлап қалған дейді, сол үшін мына ракказа аля, то есть руккиза деп оқымайсыздар, ракказа деп оқисыздар деп жатыр. Жалпы бұл жерде бұл кісінің түсіндіргісі келіп жатқан нәрсесі, то что мынау ракказа деген етістен кейін көбінесе ихтимам деген сөздің бар екенін есте ұстаңыздар деп айтыр. В общем, сондай сөз көбірек көңіл бөлінгендігін білдіреді. Бұны біз әлі иншалла болашақта өте жиі кездестіретін сөздердің бірі. Қадия деген сөзіміз, қадая бұл проблема, іс немесе мәселе немесе проблема. Осы қадия деген сөзге қатысты қосымша біз кейде мәсәлә деген сөзді қолданамыз. Бірақ арабтар көбінесе қадиямен қолданғанды жақсы көреді. Өйткені ол мәсәлә деген сөз сұрау, өтіну деген сияқты мағынамен көп қолданғандықтан олар мәсәләні көп қолданбайды. Бірақ бұл сөзді қолдануға болады. Жалпы қолдануға болады, бірақ сирек кездеседі. Көбірек кездесетін осы қадия. Қадия деген сөз проблема. Әл-қадия әл-филастиния дегеніміз енді бұл қазіргі кезде араб әлемінде өте танымал үлкен тақырыптардың бірі. Сонау 49 жылдан бастап көтеріліп кеткен мәселе, тіпті 1880 жылдардан бастап көтеріліп кеткен мәселе деп айтуға болады. Бірақ та 1880 жылдары сионистік ұйым енді құрылып басталып жатқан кезде әлі Палестина мәселесі көтерілмеген. Палестина мәселесінің нақты өзекті болып көтерілген уақытта ол сол Біріккен ұлттар ұйымының жиыннан кейін болған шешімнен кейін бұл мәселе көтеріле бастады. Сол жерге еврейлер көшіріле бастағаннан бастап Палестина мәселесі бүгінге дейін ушығып тұрған үлкен араб еліндегі басты мәселелердің бірі. Жалпы бұл мәселе қазірге дейін шешімін таппай келе жатқан үлкен мәселелердің бірі. Міне осы мәселені әл-қадия әл-филастиния деп атайды. Бұны палестинская проблема немесе қазақ тілді еңбектерде Палестина мәселесі деп аударады. Тәхдид деген сөзіміз, тәхдидат, бұл да көп қолданылатын сөздердің бірі. Бұл угроза немесе қауіп-қатер, біреудің қатер төндіруі, қатер, қорқыныш деген сияқты мағынамен келеді. Тәхдид. Бұл тәхдид деген сөзіміз екінші баптан алынған. Хаддада, мынау мафғул бихқа прямой өтеді. Хаддадаху, біреуді қорқытты, юхаддиду тәхдиден, то есть біреуді қорқыту, үркіту. Орысша айтқан кезде угрожать. Хаддадаху би, то есть біреуді қорқытты бір нәрсемен. Мысалы, хаддадаху би сиккин деген сияқты, біреуді пышақпен қорқытты. Хаддадаху би қатл, немесе біреуді өлтіремін деп қорқытты деген сияқты. Биден кейін қорқытудың түрі қойылады. Ал бірақ та мынау хаддадан кейін кімді қорқытты, нені қорқытты, сол прямой қосылады. Етістік ретінде келген кезде. Худжум дегеніміз, худжумат бұл шабуыл немесе нападение. Худжум ирхаби деген кезде лаңкестік шабуыл немесе террористік шабуыл дейміз. Худжум ирхаби. Немесе худжум жалпы бұл шабуыл деген мағынаны береді. Кез келген мемлекет екінші бір мемлекетке шабуыл жасаған кезде осы худжум сөзі қолданылады. Ал бұл сөзіміз біздің хаджама аля деген етістіктен алынады. Мынау аля дегеніміз көбінесе дид деген сияқты мағынамен жүреді, білесіздер, иә? Көбінесе аля дегеніміз Әл-Құрану имма ләк имма алейк деген бар ғой. Әл-Құран саған болысып куәгер болады, немесе алейк саған қарсы куәгер болады деген сияқты. Аля деген сөз кейде араб тілінде қарсы деген сияқты мағынамен қолданылады. Сол себептен хаджама деген етістіктен кейін келетін неміз харфтеріміз осы аля қарсылықты білдіріп тұрады. Нападать на немесе шабуыл жасау біреуге қарсы. Мынау алямыз қарсы деген сөзді білдіріп тұр. Енді осы текстті менің қазақша аударғанда үлгіме келетін болсақ, мен бұны екі түрлі стильмен аудардым. Өткен дәрістердегі сияқты бірінші берген нұсқам ол мынау текстін ауытқымай максимально жақын аударылуы, екіншісі кейбір сөйлемдерді бөлу арқылы аудардым. Мен жихатен ухра дегенде мен қазақша сонымен қатар деп бердім. Сонымен қатар текстіміз енді басталды. Уасала келді Тариқ Азиз наиб раис al-Wizara al-Iraqi. Мына жеріміз біздің Ирак премьер-министрінің орынбасары Тариқ Азиз. Мына жерге дейін, иә? Бұл біздің бастаушымыз. Уасала келді. Міне бұл соңымыз міне. Сөйлеміз, осы жермен бірінші сөйлеміз бітіп тұр. Тариқ Азиз келді. Енді әрі қарай кеттік.
қайда келді? Илал Магриб махаттатихил ахира фи джаулатин фи шимали Африқия дейді. Мынаның барлығы қазіргі кезде бір ойды аяқтап тұратын бір сөйлем болып тұр. Оны біз мына жерге аудардық. Мына жері Солтүстік Африка өңіріне жасаған сапарының соңғы аялдамасы Мароккоға келді деп міне ол мына жерге кетті. Солтүстік Африка өңіріне жасаған сапарының соңғы аялдамасы Мароккоға келді деп біз бұны бір аударып қойдық. Енді бізде сөйлеміміз мына жерден аяқталып тұр. Міне мынау сөйлемді, бұл бір ойды білдіріп тұрған сөйлем болғандықтан біз оны осының алдына, мынау сапарды сипаттайтын сөйлеміміз болғандықтан мынау біз бұның осының алдына жібереміз. Енді қараңыздар, бұл жауласы тастахдифу хаштал муарадатил арабия ли айя тахаррукин аскарин америкин дидда Багдад дейді. Мынау жауласы оның, то есть осылай келудегі сапарындағы мақсаты Багдадқа қарсы америкалық қандай да әскери әрекетке қарсы тұруда араб елдерін біріктіруді көздейді. Бұның жаңағы кісінің келудегі сапары осы нәрсені көздейді екен. Міне сол үшін біз бұны былай бердік. Сонымен қатар Ирак премьер-министрінің орынбасары Тариқ Азиз Багдадқа қарсы ақш-тың қандай да әскери қимылына қарсылық көрсетуде араб елдерін жұмылдыруды көздейтін Солтүстік Африка өңіріне жасаған сапарының, міне мынау сапары көздейтін сапарының соңғы аялдамасы Мароккоға келді деп осылайынан бір аудардық біз. Енді төменде қараған болсаңыздар, төменде мен бұл ұзын сөйлемді екіге бөлдім. Мына жерден бір сөйлем қылып бөлдім да, содан кейін мынаны екінші сөйлем қылып бөлдім. Мына қараңыздар, былай аудардым. Сонымен қатар Ирак премьер-министрінің орынбасары Тариқ Азиз Солтүстік Африка өңіріне жасаған сапарының соңғы аялдамасы Мароккоға келді. Мына жерге дейін толық аударылды, Мароккоға келді. Одан кейін тастахдифу деген жаңа сөйлемнен бастап, оның аталмыш сапары, өйткені мынау тастахдифу бұл бізде жауланы сипаттап тұр. Оның қараңыздар, мына жерде жаула деген сөзді мынауда да сипаттап тұр. Және де жаңа сөйлем мынауда да сипаттап тұр. Екі сипат бір сөйлемді, бір сөзді сипаттаған кезде біз қазақша айтқан кезде мына жердегі сияқты мынау сапарды сипаттайтын сөйлемді біріншісін былай, екіншісін былай олайды қоюға болады. Бірақ та қазақша сөйлемде ол кішкене түсініксіздеу болып қалады. Сол себепті біз бөлуге болады. Бір сөзді екі нәрсе сипаттап тұрған кезде екі сипатты бөлек бөлуге болады. Егерде олар ұзын сөйлем болса. Сол себепті біз мына жерде бөліп, оның аталмыш сапары Багдадқа қарсы ақш-тың қандай да әскери қимылына қарсылық көрсетуде араб елдерін жұмылдыруды көздейді деп тоқтадық. Бұл менің екінші стилім. То есть бірінші стилде мынау ұзын сөйлемді толық аудардық, екінші стилде біз сөйлемді бөлдік, иә. Ары қарай. وَنَقَلَتْ وِكَالَةُ الْمَغْرِبِ الْعَرَبِيَّةِ لِلْأَنْبَاءِ мынау енді бұл термин ретінде бұл осылайынан аударылады. عن عزيز قوله لدى وصوله إلى الرباط إنه سيلتقي اليوم الملك محمد السادس عاهل المغرب لإجراء محادثات بشأن جدول الأعمال القمة العربية المقرر عقدها في بيروت الأسبوع المقبل. былай айтқан кезде арабшамыз мынау үш сөйлемнің барлығы бірақ сөйлем болып беріліп тұр, иә, бізде. Енді қазақшасына қарасақ, Марокко араб ақпарат агенттігі, мынау жоғарыдағы мынау Марокко ақпарат агенттігі келтірді деген сөзіміз біздің келтірді деп, міне келтіреді деп, міне сөйлемнің соңына кетті. Мынау міне бастаушымыз, мынау баяндаушымыз. Енді осының ортасын біз толтырамыз. Ан Азиза қаулаху деп ары қарай неткен кезде қазақшасын қарайтын болсақ, Марокко араб ақпарат агенттігі келесі аптада Бейрутте өтеді деп жоспарланған араб елдері саммитінің күн тәртібі төңірегінде келіссөздер жүргізу мақсатында бүгін Марокко басшысы король 6 Мұхаммедпен кездесетіндігі жөнінде Азиздің Рабатқа келген кездегі сөзін келтіреді. Былайша айтқан кезде мынау бір сөйлеміміз мағынасы толық болып тұр, бірақ та тыңдаған адамға екі-үш ой айтылғандықтан кішкене мағынасын ұғып қалу қиындау, иә. Қараңыз, қайтадан оқиын. Марокко араб ақпарат агенттігі келесі аптада Бейрутте өтеді деп жоспарланған араб елдері саммитінің күн тәртібі төңірегінде келіссөздер жүргізу мақсатында бүгін Марокко басшысы король 6 Мұхаммедпен кездесетіндігі жөнінде Азиздің Рабатқа келген кездегі сөзін келтіреді. То есть сөйлемді бірінші түсінгілеріңіз келсе, бұл жерде былай дейді. Азиз келген кезде Рабатқа келген бетте былай айтқан екен. Ол бүгін Марокконың королі Мұхаммедпен кездесемін деген. Не үшін кездесемін деген кезде, ол кісімен келіссөздер жүргіземін деген. Ол келіссөздерде келесі аптада Бейрутте өтеді деп жоспарланған араб елдері саммитінің күн тәртібін талқылаймын деген
деген екен. Міне сол сөзді, сол Азиздің сол сөзін мынау Мароккалық ақпарат агенттігі жеткізіп отыр. Енді осы сөйлемді біз екінші стильмен беріп былай дедік. Азиздің Рабатқа келген кездегі сөзін келтірген Марокко ақпарат агенттігінің айтуынша, міне Азиздің Рабатқа келген кездегі сөзін Мароккодағы ақпарат агенттігінің айтуынша, то есть сол жеткізіп отыр. Ол не деп жеткізді? Келесі аптада Бейрутте өтеді деп жоспарланған араб елдері саммитінің күн тәртібі төңірегінде келіссөздер жүргізу мақсатында бүгін ол Марокко басшысы король 6 Мұхаммедпен кездеседі. Мынау екінші сөйлеміміз кішкене түсініктірек. Өйткені біз бұл жерде ат-тақдим ва тахир жасадық. Сонымен қатар мына жердегі инна деген нәрсенің барлығына дейінгінің барлығын осы укалатул анбаның алдына жібердік. Сол себепті бізде екінші стилімізде кішкене түсініктірек. Ал егер де біз осы текстін ауытқымай сөзбе-сөз аударатын болсақ, мына жердегі сияқты біздің ұзын сөйлем шығады. Екіншіден 2-3 ой бір жерде бір сөйлемнің ішінде қамтылып тұрады. Сол үшін аударған кезде осы нәрсеге де көңіл бөліңіздер. Егер де бөлуге болатын болса, бөліп тастаңыздар. Алдыға шығаруға мүмкіндік болса, шығарып тастаңыздар. Сөйтіп сөздің мағынасын мейлінше жақындатуға тырысыңыздар. Ары қарай үшінші сөйлеміміз енді ол қысқа, ол қатты қиын емес. وقال عزيز إن المحادثات ستركز على القضية الفلسطينية وقضية العراق والتهديدات الأمريكية بشأن هجوم على بغداد. Азиз айтты дейді, то, что мынау келіссөздер, мынау корольмен болатын келіссөздеріміз біздің дейді үш мәселені қамтиды деп тұр. Біріншісі Палестина мәселесін, екіншісі Ирак мәселесін, үшіншісі Бағдадқа қарсы Американың шабуыл жасаймын деген қорқытулары. Міне осы үш мәселені қамтиды екен. Азиз келіссөздер барысында Палестина мәселесіне, Ирак мәселесіне және ақш-тың Бағдадқа қарсы шабуыл жасау қатеріне көбірек көңіл бөлетіндігін мәлімдеді. Немесе Азиздің мәлімдемесіне сай, келіссөздер Палестина мәселесіне, Ирак мәселесіне және ақш-тың Бағдадқа қарсы шабуыл жасау қатеріне баса назар аудармақ. Бұл енді үшінші сөйлем қатты қиын емес. Міне менің қазақшада аударғандағы екі түрлі әдісім міне осындай. Осының қайсы сіздерге ыңғайлырақ болады, соны мен көрерсіздер. Жалпы бір тілден екінші тілге аударудағы қиындықтар міне осындай кезде болады. Енді ары қарай өзіміздің үйреншікті үй тапсырмаларымыз. Мына жерде жақша ішінде тұрған сөздерге текст бойынша тиісті сөздерді қоясыздар. Ол ауызша орындалады, мынауда да үшеуі ауызша орындалады. Содан кейін мына сөйлемдерді қазақшаға немесе орысшаға аударып жазасыздар. Қалай сіздерге ыңғайлы. Бұны жазбаша аударасыздар. Жазбаша. Қолдарыңызды үйрете беріңіздер. Мынау көп, мысалы аудару кішкене қиындау тағы басқа, бірақ аударма өнері осымен ғана келеді. Сіздер аударма өнерін біреудің аударған оқумен ешқашан үйрене алмайсыздар. Аударма өнері, аудару машығы тек қана адам өзі аударған кезде ғана келеді. Сол үшін ерінбей жазыңыздар. Мына жерге құлап қалған харф жарларды қоясыздар. Мен жихатин ухра деп осылай мынау бос орындардың бәріне харф жарларды қоясыздар. Мына жерге құлап қалған алиф лямдарды қоясыздар. Қай кезде қойылады, қай кезде қойылмайды, оны өздеріңіздің логикаларыңызбен жазып отырасыздар. Мына жердегі мынау тапсырманы тағы да қайталап айтамын. Мынау сөздерді бір-біріне бүйтіп қойып, былайынан жазасыздар да мынандай қылып санын шығару керек. Сан шығу керек. Мысалы мына жерде 153, одан кейін мысалы 200 бір нәрсе, 300 бір нәрсе болса әртүрлі сандар шығады. Сосын сол шыққан сандарды усбур, сосын уикаля деген сөздерді қойып жаттығуларыңыз керек. Жылдам айтып. Каждый сабақ сайын осылай сандарды айту арқылы сіздердің тілдеріңіз жаттығатын болады. Мысалы 153 дегенде миатун ва саласатун ва хамсуна усбуан деп усбур деген сөзге қосқан бірінші. Одан кейін 272 деген сан, екінші тапсырмада 272 шығады бізде. Содан оған уикаля деген сөзді қосқан. Миатани ва снатани ва сабуна уикалатан деп. Осылай шыққан цифрлар бойынша мынау усбур уикаля деген сөздерді қойып жаттығуларыңыз керек. Сосын мына төмендегі сөздердің арабша эквивалентін немесе аудармасын бересіздер. С другой стороны, менжихатин ухра, премьер-министр, раислу визара деп осылай жазасыздар. Бұл да өте маңызды, пайдалы. Сонымен қатар мына жерде орыс тілінен енді керісінше арабшаға аударуларыңыз керек. Орыс тілінен арабшаға аударуларыңыз керек. Сонымен қатар мынау тексті енді менің берген нұсқамнан қарамай өздеріңіздің аударып тырысыңыздар. Сосын аударғаннан кейін жаңағы мен аударған неге қарап салыстырсаңыздар болады. Бұл текстті тағы да аударуға жеңіл болу үшін сіздерге жылдам түсіндіріп кететін болсам, Тарих Азиз, яғни Ирактың премьер-министрінің үкімет басшысының орынбасары Тарих Азиз деген кісі Мароккоға келген екен. Ол Марокко, ол кісінің жаңағы Солтүстік Африкаға жасаған сапарының, жалпы Солтүстік Африкаға
ол кісі жол жөнекей Египетке, Ливияға да соққан болуы мүмкін. Міне содан кейін Мароккоға соққан. Сол кездегі бұл Марокко бұл оның соңғы аялдамасы, соңғы ел барып тұрған. Енді ол кісінің осы жәулесі Бағдадқа қарсы америкалық әскери іс-әрекеттерге қарсы тұруда араб елдерін біріктіруді көздейді екен ол кісінің осы несі. То есть ол кісі осылайынан әрбір мемлекетті зиярат етіп жүріп, солардың барлығын давайте Американың әскери қимылына қарсы тұруда бірігейік деп барлығын бастарын қосып жүр. Міне сондайды көздейді екен ол кісі. Енді Мароккодағы Уикадатль Анба немесе ақпарат агенттігі енді ол жақта былай дейді. Азиздің сөзін келтіріп былай дейді. То, что ол кісі жаңағы Рабатқа келген бетте былай айтқан екен. Мен бүгін Марокконың королі Мұхаммед алтыншымен кездесемін дейді. Не үшін кездесемін? Ол кісімен келіссөздер өткізу үшін келісемін дейді. Келіссөздеріміз не туралы? Келесі аптада Бейрутте өтетін араб елдерінің саммиті немесе араб елдері басшыларының жиналысының күн тәртібі деген сөз, сол жиында не қарастырылады, міне соны талқылау үшін мен келдім дейді. Сонымен қатар ол кісі айтады, менің жаңағы мұхадасаттарымда дейді, то есть корольмен болатын келіссөздерімде 3 мәселеге басты назар аударамын мен дейді. Біріншісі Палестина мәселесіне, екіншісі Ирак мәселесіне, үшіншісі Американың Бағдадқа қарсы шабуыл жасайды деген қатері, міне сол мәселе бойынша келіссөздер өткіземіз дейді. Мына жерлері керек емес. Енді осыдан кейін мен сіздерге қысқа ғана видеодан бір үзінді бердім. Сол үзіндіні арабшаға аударып жазыңыздар. Варшавада таяу шығыстағы қауіпсіздік мәселелері бойынша халықаралық конференция басталды. ақш пен Польша ұйымдастырған 2 күндік жиынға Ресей, Иран, Ливан және Палестина елдері қатыспайды. Сондықтан бұлар әлемдік бақ өкілдері шараның маңыздылығына емес, тізімде жоқ елдерге баса назар аударды. Хаза, валлаху а'лам. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.